Тағы да Алматыға көз тікті, Павлодарды біз салып бердік дейді. Ресейлік арандатушы депутатқа қазақ билігі қалай жауап берді? Түсіндірейін. Бәрі Комсомольская правда радиосының эфиріндегі сөзден басталды. Ресей мемлекеттік думасының вице-спикері Петр Толстой Алматы Верный деген орыс қаласы екенін қазақтар ұмытпау керек дейді. Ал орыс мұғалімдері Павлодарды орыстар салды дегенде, оны қазақстандықтар кешірім сұратқанын қаламаймын дейді ол. Сондай-ақ эфирде ол Путин ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымын Алматыға кіргізу арқылы қаңтар оқиғасы кезінде Қазақстанды құтқарып қалды дегенді айтты. Енді қазақ билігі қалай жауап бергенін көрейік. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев бұл мемлекеттік думаның емес, жеке адамның пікірі деп қарастыру керек дейді. Ал мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов ресейлік депутатты біздің елдеріміз арасындағы тату көршілік және одақтастық қатынастарға сәйкес келмейтін бірқатар мәлімдемелерге жол берді дейді. Бәзбіреулер айтып жатса, оның бәрін аузын жауып отырмайсың. Ал вице-спикер солай сөйлегені жол берілмейтін жағдай дейді ол. Ал осы сұхбатты жариялаған Комсомольская правда эфирді өшіріп тастаған. Видеоның толық нұсқасы әшкере Телеграм арнасында сілтеме профилде.